Фурацилиннің әйгілі таблеткалары. Мүмкін бұл таблеткалар туралы білмейтін адам жоқта шығар. Алайда көптеген адамдар фурацилин ерітіндісімен тек қана ауырған тамақты шаюға болатындығын біледі. Бірақ бұнымен оның қасиеттері аяқталмайды. Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін көрсеңіздер, бүгін біз сіздерге арзан фурацилиннің көптеген қызықты жақтарын, онымен тағы да не істеуге болатындығын, қандай ауруларға тиімді екендігін және оны басқа да жағдайларда қалай дұрыс қолдану керектігін айтып беретін боламыз. Фурацилиннің шығу тарихы. Фурацилинді алғашқы рет 1948 жылы Эмилия Джулиановна Гудриницамен бірге көрнекі Рига органикалық химигі Соломон Аронович Гиллер синтездеді. Соғыстан кейінгі кезеңде жас дәрігерлер тобына белгілі бір препараттарға, соның ішінде фурацилинге эксперименттік клиникалық зерттеулер жүргізу тапсырылды. Ал ол сол кезде жаңа микробқа қарсы препарат болды. Бүгінгі таңда әлемнің көптеген елдерінде бұл препарат ескірген деп саналса, посткеңестік елдерде ол әлі күнге дейін медицинаның көптеген салаларында, сондай-ақ ветеринарияда да сәтті қолданылады. Ал 1964 жылы Рига политехникалық институтының профессоры болған Соломон Аронович кезінде өте маңызды бірнеше өнімдердің авторы ретінде танымал болды. Профессордың қатысуымен барлығы 18 ерекше дәрі жасалды. Фурацилин дегеніміз не? Және оның тағы да қандай пайдалы қасиеттері бар? Фурацилин бұл сары түсті бактерияға қарсы және антисептикалық әсері бар таблеткалар. Таблеткалардың құрамындағы активті зат нитрофурал және натрий хлориді кіреді. Нитрофурал нитрофуранның туындысы, ол сарғыш, ащы дәмі бар, ұсақ кристалды ұнтақ. Фурацилин құрамындағы нитрофурал көптеген бактерияларға, сондай-ақ кейбір қарапайымдылар мен вирустарға тиімді болып келеді. Тері жаралары мен қуыстарды жуу және де шырышты қабықты емдеу үшін сырттан қолданылады. Фурацилин ерітіндісі тамаша антисептик болып табылады. Микробтық және бактериялық флораны өлтіреді және қабынуды болдырмайды. Сонымен қатар фурацилиннің саңыраулыққа қарсы әсері бар. Препарат микроорганизмдердің ақуыз құрылымдарын бұзады. Осылайша препаратқа сезімтал патогендер, шигелла түрлері, ішек таяқшалары, стрептококтар, стафилококтар, сальмонелла түрлері және кластридий перфрингес. Тағы бір ерекшелігі, бұл микроорганизмдердің басқа бактерияға қарсы препараттарға төзімділігі пайда болған кезде өте тиімді болып келеді. Айта кету керек, нитрофуран қосылыстары жарыққа сезімтал болады. Сондықтан сұйылтылған ерітіндіні күннің сәулесі түсетін жерде қалмау керек. Максималды тиімділігі үшін дайындалған ерітіндіні дереу қолданған дұрыс. Күн сәулелері әсіресе нитрофурал молекуласын тез ыдыратып жібереді. Фурацилин таблеткалары суық суда өте нашар ериді. Дәріханаларда сіз тек таблеткаларды ғана емес, сонымен қатар дайын су ерітіндісі мен спирттік ерітіндісін, сондай-ақ фурацилин майын да таба аласыз. Фурацилинді қандай ауруларға және қалай қолдануға болады? Сонымен фурацилин келесі мәселелерде де тиімді болып келеді. Іріңді жаралар, қысым жаралары, екінші және үшінші дәрежелі күйіктер үшін, жараларды емдейтін дәрілерді қолданар алдында жараларды жуу үшін. Сонымен қатар жақпа түрінде де қолдануға болады. Түйіршікті бетті тері трансплантациясына және қайта тігіске дайындау үшін жараны фурацилиннің сулы ерітіндісімен жуады. Дымқыл таңғыштар қолданылады. Остеомиелит. Остеомиелит кезінде операциядан кейін қуысты фурацилиннің сулы ерітіндісімен жуып, оғанда дымқыл таңғыштар қолданылады. Плевра эмпиомаларында іріңді сорып, плевра қуысын жуады. Содан кейін қуысқа 20-100 мл фурацилин сулы ерітіндісін енгізеді. Созылмалы іріңді атит кезінде. Созылмалы іріңді атит, сыртқы құлақ каналының фурункулезі және параназальды синустың қабыну кезінде дене температурасына дейін қыздырылған спирт ерітіндісі күн сайын құлаққа 5-6 тамшыдан тамызылады. Гаймор және басқа параназальды синустарды жуу үшін фурацилиннің сулы ерітіндісі қолданылады. Конъюнктивит пен көз аурулар кезінде фурацилиннің сулы ерітіндісімен конъюнктивиттік қапшықтар ісінуді азайту және іріңді қыртыстарды ерту үшін мақта жастықшалармен сүртіледі. Тамақ ауруы, фарингит, стоматит және қызыл иектің қабыну кезінде, сондай-ақ тісті алып тастағаннан кейін препараттың сулы ерітіндісімен шаю тағайындалады. Ал лордың практикасында тамақтың бездерін фурацилин ерітіндісімен жуу, олардан іріңді тығындыларды кетіру үшін қолданылады. Фурацилин ерітіндісі цистит кезінде зәр шығару жолдарын, сондай-ақ зәрді ұстап қалуға орнатылған зәр шығару катетерларын жуу үшін де қолданылады. Безеулер мен бет терісінің іріңді ауруларына көмектеседі. Осылайша ерітінді ересектерге де, балаларға да, тіпті жаңа туған нәрестелерге де қауіпсіз екендігін атап өтуге болады.
Фурацилин таблеткаларының тағы бір күтпеген қолданысы. Оларды келесі жағдайларда ішке қабылдауға да тағайындайды. Асқынған бактериялы дизентериямен және дизентериямен ауырып болған науқастарда сақталатын бактериологиялық инфекцияны жою үшін. Негізінен жоғарыда аталған мәселелердің барлығында фурацилиннің стандартты сулы ерітіндісі қолданылады. Мұны істеу үшін бірнеше таблетканы бір стакан ыстық суда еріту жеткілікті. Ал қолданар алдында сіз өзіңізге қолайлы температураға дейін салқындатып алуыңыз керек. Фурацилин халықтық медицинада қалай қолданылады? Біріншіден, бұл термен жағымсыз иістен жақсы көмектеседі. Бактерияға қарсы қасиеттерінің арқасында фурацилин аяқтың тершеңдігімен жағымсыз иісті кетіреді. Ол үшін аяқ ванналарын жасау керек. Ыдысты 2 литр ыстық сумен толтырыңыз. Оған 3-4 таблетканы ерітіп, аяғыңызды 10 минутқа салыңыз. Сонымен қатар бұл әдіс тырнақтың грибогына қарсы жақсы көмекші болып табылады. Екіншіден, ангина кезінде сіз күшейтілген ерітіндіні жасай аласыз. Ол үшін бір стакан фурацилин ерітіндісіне 1 шай қасық сутегі пероксидін қосыңыз. Мұндай ерітінді тек бактерия ғана емес, сонымен қатар вирусқа да қарсы әсерге ие. Ауырған тамақты әр 4 сағат сайын осы қосындымен шаю ұсынылады. Үшіншіден, фурацилин ерітіндісі қайызғақты кетіреді және шашты бүкіл ұзындығы бойынша қалпына келтіреді. Мұны істеу үшін 1 литр ыстық суға 2 таблетканы ерітіп, жылы болғанша суытыңыз. Ерітіндімен жуғаннан кейін шашыңызды шайыңыз. Небәрі 5 сеанс қолдансаңыз, сіз шаштарыңыздың сұлулығы артып, қайызғақтың қалай жоғалып кеткенін де байқамай қаласыз. Төртіншіден, саяхат кезінде таптырмас жедел жәрдем болып табылады. Егер сіз шетелде және әсіресе тропикалық климаты бар елдерде демалуды жоспарласаңыз, онда фурацилинді алып жүруді ұмытпаңыз. Өйткені экзотикалық тағамдар, температураның және климаттың күрт өзгеруі әртүрлі суық тиюді, соның ішінде тамақ пен ауыз қуысының шырышты қабығының қабынуы пайда болуы әбден мүмкін. Сол кезде фурацилин сізге керемет көмекші бола алады. Бесіншіден, фурацилин үй шаруашылығында да керемет көмекші болып табылады. Препарат көгерумен жақсы күреседі. Ал осы мақсатта қою ерітінді жасау қажет. 1 стакан суға кемінде 15-20 таблетка дайындалады. Алдымен көктің бетін алып тастау керек. Содан кейін ол жер фурацилин ерітіндісімен өңделуі керек. Процедуралар көгеру жоғалғанға дейін 2 аптада 1 реттен қайталанып отырады. Ал өңдеуден кейін міндетті түрде бөлмені желдету керек. Препараттың қарсы көрсетілімдері. Фурацилинді қолдануға препараттың компонентіне төзбеушілік, аллергия, дерматоз және қан кетумен бірге жүретін патологиялық жағдайларда тыйым салынады. Ішке қабылдаған кезде бас айналу, жүрек айну, тәбеттің төмендеуі, құсу және аллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Барлық басқа жағдайларда фурацилин мүлдем зиянсыз және оны жүкті әйелдерге, тіпті 1 жасқа дейінгі балаларға да қолдануға болады. Препарат тітіркендіргіш әсер етпейді, қолжетімді және пайдалануы өте оңай. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.